Мен Нұрпош туралы ертегі оқыдым. Нұрпош сурет салғанды жақсы көреді. Ол отбасының суретін салды. Әкесін, анасын, апасын, Нұрпош өзін салды. Әкесінің қолы біреу үлкен, біреу құттай. Бір кезде апасы сұрайды Нұрпоштан: бояуларды қайдан алып отырсың дейді. Содан кейін Нұрпош жауап берді: ақ түсті мен қардан алып отырмын. Ал мақта, қант, сүттен алып отырмын ақ түсті. Ал қызыл түсті мен қарбыз, шием, қызанақ, содан кейін Раушан гүлінен алып отырмын. А жасылдың мен жаздағы шөптерден алып отырмын. Шөптен алып отырмын. Ал шегірткеден алып отырмын. Ал сарыны сары жапырақтан алып отырмын. Бақ гүлінен алып отырмын. Деп жауап берді Нұрпош.